Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 5 сыныптың 1 сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі 1 тақырыбымыз мәдениет, тіл және қарым-қатынас. Ана тілі ұлт байлығы. 1 тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Ана тілі. Ана десем, ана тілі ойға оралар. Баладай қуанарсың, тойға барар. Тыңдасаң, көне аңыздың көркем нақыл, олжамда қанжығама байлап қалар. Тере білсек бір-бірін ауыз қара өлең, неше миллион үнжу маржан шамамен. Қанша гүлден қазақ тілі бақшасы, қандай дана өлшер, қандай бағамен. Ерке тіл, еркелеткіш тілім, кенім. Еркежан айналайын күнім менің. Ақ ботам, қоңыр қозым, алтын айым, қанша рет жүрек толқып сүйінгенің. Шыпарлы қырда-алуан гүлдер таптым. Өміршен өзіміздің тілден таптым. Тілеген жемістісі, жұпарлысы, аялап халық баққан гүлмен бақтың. Ана тілінің байлығын көрсетуде ақын қандай тіркестер қолданған? 3 шумақтағы сөздерді оқығанда қандай ойға келдіңдер? Ана тілі туралы тақ қандай өлең білесіңдер? Бұл өлең жалпы ана тілінің қасиеті жайында айтылған, я? Ал бұл жерде қандай тіркестер қолданылған? Ерке тіл, еркелеткіш тілім, күнім менің, ақ ботам, қоңыр қозым, алтын айым деген сияқты тіркестер қолданған екен. Ал 3 шумақты оққанда біз тіл арқылы жылы сөздермен еркелетуге, жылы сөздер айтуға болатынын түсіне алуға болады. Ал ана тілі жайлы басқа қандай өлеңдер білесіңдер? Мысалы, Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақыттым», Қадыр Мырза Әлидің «Ана тілің арың бұл», және де Ильяс Жансүгіровтің «Анам тілі» деген өлеңдері бар екен, және тағы да басқа. 2 тапсырма: жазушы Шерхан Мұртазаның тіл туралы пікірін үнтаспадан тыңдаймыз, өз сөздеріңмен айтып береміз. Бұл үнтаспаны тыңдау арқылы біздің ойымызға түйетініміз, егерде жалпы тілсіз ел болмайды екен, я? Яғни өз ана тілін білмеген халықты, адамды мәңгүрт десе де болады екен. Себебі өз ана тілін білмеген адам адасқан адаммен пара-пар. 3 тапсырма: нақыл сөздерді түсініп оқып, жатқа жазыңдар. Дауысты дыбыстардың астын 1, дауыссыз дыбыстардың астын 2 сызықпен сызыңдар. Ана тілің 60 тілге татиды. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Туған ел тұғырың, туған тіл қыдырың. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Бұл тапсырманы орындау үшін дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды есімізге түсіреміз. Және осы арқылы астын 1 және 2 сызықпен белгілеп шығамыз. Ал дауысты және дауыссызға да жататын әріптер кездесетін болса, оның алдындағы әріпке байланысты, егер алдындағы әріп дауысты болса, ол әріп дауыссыз болады. Ал егерде ол алдындағы әріп дауыссыз болса, онда ол дауысты болады. Бұл мысалы у сияқты әріптерге байланысты айтылған ереже. Келесі тапсырмаға көшеміз. Бізде 4-ші берілген ақпараттан өздерің үшін ең маңыздысын таңдап алып жалғастырыңдар. Оқып көрейік. Қазақ тілі 1989 жылы мемлекеттік мәртебе алды. Қазақ тілі Қазақстанда ғана емес, басқа да елдерде, Ресей, Өзбекстан, Монғолия, Қытай, Түркия тағы да басқа тұратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі дүние жүзіндегі ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан 600 тілдік және мемлекеттік мәртебеге ие 200 тілдің қатарында тұр. Соңғы шыққан қазақ әдеби тілінің сөздігіне 150 мыңнан астам сөз бен тіркес енген. Бұл ана тіліміздің қаншалықты бай екенін көрсетеді. Енді өзімізге ұнаған нұсқаны алып, ары қарай жалғастырамыз. Маған мысалы 2-шісі ұнады. Яғни қазақ тілі тек қана Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде, Ресей, Өзбекстан, Монғолия, Қытай, Түркия және тағы да басқа шет елдерде тұратын қазақтардың да ана тілі екені. Ана тілі ол ұлттың тілі, сондықтан ұлтың қандай болса, қай елде болмасын жүрсең де, туған тілің қазақ тілі болып қала береді екен. 5 тапсырма: оқылым және тыңдалым материалдары негізінде қазақ тілі бай тіл деген
тұжырымды POVS формуласы бойынша дәлелдеп жазыңдар дейді. Бірінші сөйлем менің ойымша деп басталу керек. Екінші сөйлем мен оны былай түсіндіремін. Қалай түсіндіресің, соны жазамыз. Үшінші сөйлем мен мынандай деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Және де соңғы сөйлем нүктесі бұл, яғни осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім деп түсіндіреміз. Мысалы, менің ойымша қазақ тілі бүкіл қазақ ұлтының ана тілі. Мен оны әр адамның ұлты қандай болса, тілі сондай болу керек деп ойлаймын. Мен оны Қазақстаннан бөлек елде жүрсе де өзін тілін білетін қандастарыммен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен ана тілі барлық халыққа қасиетті, қастерлі тіл деген шешімге келдім деп нүктесін қойсақ болады. Осыған ұқсас етіп өз ойларыңмен, өз сөйлемдеріңмен жалғастырасыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сабақта естік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңдар.